Анық мынау өмір өткінші екені, жалған дүние тірілердің мекені, таусылғанда маңдайына жазғаны бұл пәниден бақи қадам кетеді. Қимас жандар қалар бәрін көтере, ой түбіне сірә пенде жетер ме, қара шайы тағы келді толғандық, жыл толып тау, қоштасқалы әкеде. Аз күндерді болып жүріп кенеттен кете барды ол, жылап қалдық деп әттең, ойлама бек өтеді деп осылай жолыққанай өлім дейтін боп өктем. Ұрпақ өсіп, жатқан енді тамырап, қала бердік ортадана аңырап, естеліктер елеңдетті сағынсақ, жадымызда бәрі жамырап. Расында Құдайдан хабар келген күні, тағатсыз тірліктің тамырына балта шабылатыны белгілі. Ал адамдар күліп бастап өмірін кетерінде жылайды алмай жақын жандарын жылатып кете беретіні тағы бар. Дегенмен 5 күндік фәни жалғанда жетсінші бәрі арманға деп тілек ететін, жақын жандардың ортасын ойып тұрып асыл діңгек ардақты әке, аяулы жар, қадірлі ата, асқар таудан айрылғалы жылдың 100-де ауып барады. Жолдайыптар өлетінде орны толмас өкініш, мұң, сағыныш қалдырып, о дүниеге аттанған Мұхтар Мағсумұлының өмір жолы өнегеге толы болды. Өйткені көрінген ұрпақ қызығына кеңелген әке бейнетінің зейнетін көремін деген шағында бақилық болды. Орнында бар оңалар демекші, бүгінде жаққан шамын өшірмей, шаңырақтағы берекесін көшірмей ардақты әкесін сағынатын, десе де Құдайдың жарлығына бағынатын, саялы бәйтерегін жоқтайтын, оң істі әркес құптайтын қадірлі ұрпағының бары көңілге жұбаныш. Жолдайып Мұхтар Мағсумұлы 1962 жылдың 21 наурызында сол кездегі Гурьев қаласында дүниеге келген. Әкесі Мағсум мен анасы Жәмила 13 ұрпақ өмірге келсе, соның ішінде 4-ші перзент атанған. Әжей тәрбиесінде болған Мұхтар бауырмашыл, өр мінезді жігіт болып өседі. Бірге тумақ болған мен, бірге жүрмек жоқ демекші бауырлардың өмір жолдары тағдыр заңына бағынып, әр қайсысы өз жолын тауып, отбасын құрып, өз мамандықтарының иесі атанып өмір сүреді. Сәуле, Зәуре, Ұлмекен, Мұрат, Балкүміс, Мұрадым, Мұхит, Сұлупан, Саламат, Ақкенже есімді бауырларының ортасында көпшіл болып өсті. Қатал тағдыр анамыздың бір әке мен бір анадан бірге туған екі бауырын өкінішке қарай ортадан ерте алып кетті. Ал 4 ай бұрын жаман аурудан қайтқан Балкүміс қарындастың қазасынан кейін Мұхтар аға да сол жаман аурудан айыға алмай бақилық болды. Бауырынан өрбіген екі баласының араға жыл салмай қайтыс болған анамызға оңай соқпағаны белгілі. Десе де орнында бар оңалар демекші, бауырлары мен балаларының бары отанасының ортада аман отқанының өзі бір жұбаныш. Мұхтар Мағсумұлы 8 жылдық орта білімді алып, еңбекке ерте 16 жасынан бастап араласты. Жасы келген кезде 1981-1983 жылдары әскер қатарына шақыртылып, Украина Республикасы Днепропетровск қаласында танковый бөлімшесінде әскери борышын өтеп келді. Өмірінің соңына дейін табжылмай, Ембі мұнай энерго саласында автокөлік жүргізушісі болып жұмыс жасады. Еңбекті де өміріне қыла мән, ұрпағымен мың жасайды сір адам, ол қыздарын жеткізгенде әзәке, анамызбен жылдарда шоп құраған. Қатарында бел ортадан көріне, татулығын оздырыпты төріне, суреттерге сағынумен қарасақ жанарлардан жас аға да бөліне. 1986 жылы Мұхтар ағамыз 3 жұртын түгендеп, өзі де бір шаңырақтың иесі атанып, Маңғыстаулық Гүлшара жеңгемізбен отау құрады. Отбасында 1987 жылы Қанат есімді тұңғыш өмірге келсе, 1988 жылы Жанат атты қарындас жалғастырады. Ал 1999 жылы
Шаттық деген ерке қыз көптен тербелмей қалған бесікті тербетіп, шаңырақты шаттыққа толтырды. Бүгінде Қанат жеке кәсіпті жөн санап тірлік етуде. 2013 жылы Таз руынан тараған Айдана келінмен көңіл жарастырып, той қылғанын қадірлі әкеде көре кеткен еді. Іңкәр есімді немеренің тәтті бал қылығы атасына жарқын көңіл сыйлайтын. Әдемі қылықтарымен баурап, жүрегін жаулап алған немересіне атасы Бейші деген атауда берген. Ал Жанат қызы өрісті кеңейтіп 2010 жылы Арғын руынан өрбіген Бекет есімді азаматтың отбасын құрады. Олардан тараған Тимур жиеннің бокспен шұғылданып, чемпион атанып жүрген атасы мақтанышпен айта отыратын. Шаттық еркенің еркелігі әке өмірден өткеннен кейін сая бұрсып, көңілінде қаяу мұң қалғанын ашып айтпаса да, ағайын жете түсінеді. Ұрпақ сабақтастық арқасында құдалармен арқа-жарқа араласып, төрін көріп сыйласа білген арды азаматтың ағатал мінезі мен кескін келбеті құдалар көкірегінде сайрап тұр. Ол Мұхтар құдамен, Гүлшара құдағаймен ең бірінші танысқанымыз сол Қанатпен Айдана үйленгенде, мен қуғыншы болып артынан келіп, онда Привокзальныйда 3-ші микрорайонда тұрады. Содан таныстық. Мұхтар құда сондай бір керемет, жайсаң жаңа кісіге болсын деп тұратын кісі. Қарапайым, ол кісінің бір ашуланып, бір дауыс көтеріп сөйлегенін естіген жоқпыз. Құдалығымыз сол әлімге дейін сол жалғасып жатыр. Ол кісі де мен Нұркен құда деп аузына тастамайды. Ақ көңіл сондай. Енді соның қазірде мынандай кішкене ауырып қарап қалып, Алматыға ем алуға барып, сонда да телефонмен хабарласып тұрамыз, қал жағдайымыз сұрасып. Соңғы Алматыдан келіп, келгенде күшті болып қалады. Мен айтамын, құда тәуір болып кетесіз. Кәдімгі бет-жүзінің ажарыңыз жақсы болған екен. Иә деп. Енді Сұмажал арамыздан алды да кетті, көп кешкен жоқ, айға да жеткен жоқ. Құдамыздан қимаймыз. Енді осылай тек еске алып, әңгіме қылып отырамыз ғой. Өткен шақты. Өмірінің тең жартысын адам жұмысында өткізетін болса, демек ұжым деген ұғым адамның екінші отбасы десек артық айтпаймыз. Бұл ретте Мұхтар бауырдың жалындап тұрған жастық шағында кірген ембі мұнай энерго жұмысын тілге тиек етіп кетпесе болмайды. Өйткені сол ұжымда жүріп өзгелерді тәрбиелей жүріп, өзі де тәрбиелене, жанындағылармен жақын жуық араласа білді. Жол көрсетер нұсқаушы бәйтерекке айналды. Ақыл кеңесіне жүгіне көп жұмыстасы қоймай телефонда шалатын. Адал еңбегінің арқасында бірнеше алғыс хат, наградаларымен де марапатталды. Мұхтар ағамыз туралы сан түрлі мақала газет журналдарда жарияланды. Ал автокөліктің түрін айдаған Мұхтар Мағзумұлының АГП автокөлік жүргізушісі болғанын да атап өтуге болады. Оның естеліктері жайында ұжымдас былайша тіл қатты. Мен Рахманов Қайвар, руководитель ЦПТС, управление МБ «Мұнайэнерго». Марқұм Мұхтар 25 жылдай бізде жұмыс істеді. Бұрында жігер мұнай сервисте істеді, Телеушкіде. Сосын АГП көшті. Өте жақсы адам болды. 2001-де жылы Қайнар мұнайгаз, СР Қайнар, гололедное явление болды біздерде, провод астында. Сонда гололед сымдар үзіп бәрі. Сол мезгілде мен командировке болдым. Мұхтар екеуміз АГП-де отырып, бригаданы алып, түнгі шейін жүрдік. 3 күн жүрдік, гололед сбивать етіп. Сол мезгілде Мұхтар даже бір сөз айтқан жоқ. Осы шаршадым деп, анау деп, ондай сөз болған жоқ. Өте жақсы адам болды. Мұхтар құрдасым, өте жақсы специалист болды, водитель безотказный. В любое время авария отключения шығып келеді, барам деп. Енді бәрі Алланың қолында, не айтамын тағы. Жатқан жері жайлы берсін, топырақ торқа болсын, иман байлығын берсін. Мұхтардың 8 қырлы, бір сырлы азамат екендігін өзі жүрген ортасы да әлі күнге дейін ұмытпайды. Домбырада шебер ойнап, ән салғанда даусымен талайдың таңдайын қақтырған, ағайын тума, құда жегжат, көрші көлем ұжымдасты айтпағанның өзінде дос қадірін түсіне білген
азамат еді. Маңайын доспен қоршап, әрбір сәтте достарының жанынан ең бірінші табылады білді. Қағып айтар қалжыңымен, қамқорлық қасиетімен, көңіл сүйсіндер әдептілігімен дос жүрегін жылатып кеткені тағы бар. Мұхтармен класстас бірге оққан, бірге жүрген, бәрі осы бірге жұмыстас болдық. Ол энергомұнай тересте мен база оқыптық. Базасында машинист болып істедім. Мектепте оқып жүргенде мен өзім 5-ші класста келдім. Сол бірге жүреміз, бірге ойнаймыз. Сабақтан шығамыз, мектептің артына айналып жібереміз. Темекі шегетініміз. Сөйтіп жүрдік қой. Сосын жолдың, мына центральный жолдың мына жағында кирпичный завод болды, мына жердің бәрі. Жұмыста өте тамаша жақсы жігіт болды. Достарының арасында, үлкен басшылардың арасында беделі мықты болды. Енді жатқан жері жайлы болды, топырағы торқа болсын енді. Мұхтаржанның көре алмай кеткен қызықтарын артында қалған жұбайы көрсін, ұрпағы көрсін деген тілек айтамын енді. Анасына құрметін көрсетіп, ата-ана разылығын ала білген Мұхтар ұлдың үлкен екендігін терең түсінді. Алдыңғы арбаны құлатпай түзу сүйреп, кейінгі бауырларына қамқоршы болды. Сүйіп қосылған Гүлшара жұбайына сыйластығы бөлек адал жолдас, ұл қыздарына Асқар Таудай әке, немере жиендеріне сүйікті ата болды. Өзің барда, кенже немере болып қалған Мұхамбетте өзіңнен айнымайтын елдің баласы болып өсетініне сенім мол. Оның бауырларына, балаларына деген жасаған жақсылығын айтсақ таң атырамыз. Жақсы әке тәрбиесінен бөлек, мүмкіндігі жеткенше материалдық көмегінде сан рет көрсеткен. Жанат қызына алып берген 3 бөлмелі пәтерінде ерекше атап өтуге болады. Десе де, жасаған игі істерін жіпке тізсек толассыз екендігі ағайынға мәлім. Руымыз Жетіру Тама бөлімі Аташал руынан тараған Баймұхан атамыздан басталады. Әжеміз болды, Балжан деген әжеміз болды. Осы Баймұхан атамыз бен Балжан әжемізден тараған әкеміз Мағзом әке. Ал енді осы бұл кісі біздің анамыз, алтын алқа иесі, 13 баланың анасы. Бала кезімізде осы Алатау бұрын Алатау көшесі ол қазір Үшқара деп аталынады. Үшқара 14-ші үйде өмір сүрдік. Бұрын Алатау дейміз ғой. Мұхтар тәтеміздің өзі 22-ші мектепте оқыды. Кішкентай кезінде өте әзіл қой адам болды. Бұл қанша күлдіртіп жүретін айналасында да, өзінің жұмыс орындарында да өте сондай ортаның адамы болды. Ағамыз енді жұмыстан келгенде мамамызға телефон соққанда біріншіден «Здравствуйте» деп амандасады. Сөйтіп телефонмен амандасып, сосын сондай бір нелері бар, жақсы. Балаларының барлығын оқытты, жоғары оқу орындарына оқытып шықты балалардың барлығын. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырды, құдандалы болды. Мен жақсы енді, Мұхтардың коллективі көп, сондай адамгершілігі мол. Құдағайларым менен жақсы тұрады. Енді осындай қайғыға ұшырағанда барша ағайын тума, құда жекжат, баршаңызға да ризашылығымызды білдіреміз. Осылай арқа сүйеп болсын баршаңыздың да, дендерің сау болсын. Мына сиыр жылы сендерге бақыт алып келсін. Айран ішіндер, қатық жеңдер, құрт жеңдер, семіз сиыр деген жеңдер, аман болыңдар. Қимас бауыр, адал жар, қамқор әке. Сүйікті атаның жансыз бейнесіне сағына қараған сайын оның қоңыр үні құлаққа келгендей жүрек езіліп, көңіл алабұртады әлі. Сондай да ғой, адал ниет, ақ тілеумен араласып ажырамай өткен ағайынды,
Заманы бір жандарын, бір туған апаларды көріп тоқталамыз іштей. Ағамыздың бізге аманатындай болып қалған ақылшы анамыздың ортамызда аман сау отырғанын тілейміз. Иә, уақыт неткен жүйрік еді. Әз әкені жоғалтқалы да 1 жыл өте шықты. Осынау сәтте тірісінде сыйласқан ағайын туыс, құда жекжаттың, дос жолдастардың, көрші көлемнің жадында әке бейнесінің және бір жаңғырғанын қаладық. Бізбен бірге дұға бағыштауын ойладық. Әкенің айналайынын аңсаған сайын олардың естеліктері де есімізде қалмақ, қымбат дүниелер екенін ұғына түстік. Ардақты әке, сен біз үшін дарасың, жүректерден әркез орын табасың, жол толғанмен арамыздан кетсең де ағайынның есінде әркез қаласың. Бағыт бағдар берген бізге сен едің, атамыздан қалған асыл көз едің, қолдайтұғын қай кезде де ұл құсты, ісімізді қате теріс демедің. Қош бол әке, үлгі болар өр тұлғаң, өшпейтұғын дара жолың жалғанар, кемел ойға, жарқын іске ұмтылған, кейінгі ұрпақ сенен әркез үлгі алар. Топырағың торқа, иманың жолдас болсын.